Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк демесін басып, каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қосып отырыңыздар. Балаға қатысты зорлық-зомбылықты жасырған ата-анаға жаза күшейтмек. Кәмелетке толмағандарға қатысты жасалған зорлық-зомбылық факттерін жасырып қалған ата-аналары қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі әзірлеген балалардың құқығын қорғау 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарын жазылған, деп хабарлайды Қазақпарат. Әділет министрлігі жанындағы ведомствоаралық жұмыс тобының кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық жасау факттерін жасыратын ата-аналарға немесе заңды өкілдерге қатысты қылмыстық жауапкершілікті енгізу бойынша ұсыныстар енгізілуі көзделеді делінді құжатта. Мұнымен қатар қолданыстағы өзге де заңнамаға өзгеріс енгізу ұсынылып отыр. Қолданыстағы заңнамаға сот құқық бұзушылығы, аксиолог кәсіпорындарға кәмелетке толмағандарға қатысты мінез-құлқына қойылатын ерекше талаптардың бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті енгізу қарастырылады деп көрсетілген кешенді жоспарда. Бұл орайда балаға аксерия көрсеткен адам сотқа дейін бүлдіршінмен бірге тұрмайды, яғни құқық бұзушы тұрғын үйден уақытша шығарылады. Жоспарға сай аталған жұмыстар биылғы жылдың 3-ші тоқсаны мен келесі жылдың 1-ші тоқсанына дейін кезең-кезеңмен қолға алынады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырыңыздар.